Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге кешкі асқа, яғни дәмлама, кесе дәмлама деп аталады. Қараңыздар, қандай керемет. Құрметті көрермендер, видеоның басынан соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қалай жасалу керек екенін бірге жасап үйренеміз. Ал құрметті көрермендер, ондай болса, бүгінгі біздің кешкі асымыздың ең бірінші қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет болады. Чай қасықпенен осындай жарты чай қасық тұзымыз қажет болады. Сарымайды ертіп аламыз. Қазір кішкене ыстықта болып тұр. Су қажет болады. Аздаған суымызды құйып алайық. Жұмыртқамыз пісіп кетпеу үшін. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне тағы да су құйыңыздар. Судан 100-150 грамм су болса жетіп қалады. Келесі ұнымызды елгезектен өткізіп, қамырымызды қаттылау қылып илеп аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, қамырымызды басып алды. Енді қамырымызды 6 бөлікке бөліп, июін қандырып қойып қоямыз. Мінекей құрметті көрермендер, қамырымыз дайын. Бетін пищевой пленкамен жауып, қамырымыздың июі қалғанша қоя тұрамыз. Ал біз келесі кешкі асымыздың начинкасын дайындаймыз. Ал құрметті көрермендер, онда біз келесі начинкамызға кірісеміз. Ол үшін бізге қой еті қажет болады. Қой етінен жарты кило алдым мен, 450 грамм болып тұр менде. Бір дана сәбізіміз қажет болады. 3 дана картоп, бір жуа және қызанақ қажет болады. Бәрін жуып тазалап алдық. Ең бірінші етімізді майда кубик етіп турап аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, етімізді майда етіп турап алдық. Және де көкөністерімізді солай майда кубик етіп бәрін турап аламыз. Құрметті көрермендер, жуамызбенен сәбізімізді кубиктап турап алдық. Ал енді картопымызды жуаменен сәбізден сәл үлкендеу қылып тураймыз. Үлкен кубикта тураймыз. Сәл үлкендеу қылып тураймыз. Картопымызды сәл үлкендеу қылып турап алдық. Келесі бізге қызанақ. Қызанағымызды майда кубик етеміз. Жақсылап турап алдық. Енді келесі қуыруға кірісеміз. Ал мінекей құрметті көрермендер, қазанымызды отқа қойып, үстіне 150 грамм сұйық май құямыз. Етімізді жуып алдық, жақсылап тазалап. Етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз.
Мінекей, құрметті көрермендер, етімізді қуырдық. Келесі этапта бізде жуамыз саламыз. Жуамызды салып аздап қуырып алған соң сәбізімізді, қызанағымызды, томат пастамызды және картопымызды салып, бәрін бірге қуырып, бұқтырып қоямыз аздаған су құйып. Сәбізімізді саламыз. Және де қызанақ саламыз. Жай отта бұқтырып аламыз тағы да кішкене. Құрметті көрермендер, 15 минуттай қуырып алдық бәрін салған соң. Келесі бізде 1 чай қасық тұз саламыз. Аздаған қара бұрыш. Және менде, қалай айтсам болады сіздерге, дәмдеуіштер, яғни универсальный деп айтады ғой. Универсальный дәмдеуіштерден 1 чай қасық саламыз. Келесі қызанақ пастасын саламыз. Қызанақ пастасынан 1 чай қасық, яғни толық. Тұзды мен көп салған жоқпын, неге дейсеңіздер, менде сүрленген ет қойдым, жас қойдым, сүрленген еті. Келесі картопымызды саламыз. Жақсылап араластырып алған соң, үстіне 1 кесе суымызды құйып, жай отта бұқтырып пісіріп аламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, қамырымыздың июі қанды. 1 сағаттай шамасында тұрды. Және де, құрметті көрермендер, бізге кесе қажет. Яғни, мынаны противендерімізге кеселерімізді аударып аламыз. Және де осы жайған қамырымызды кесеміздің бетіне, мінекей, жайған қамырларымызды кесенің бетіне кигізіп аламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, бәрін кесемізге қамырымызды жайып салып алдық. Яғни кесемізгілеріңізге май жақпай қойсаңыздар да болады, жабыспайды, еш уайымдамаңыздар. Енді осы қамырымыздың бетіне 1 жұмыртқамызды езіп, қамырымызға жағып, бетіне кунжут сеуіп, яғни пешімізге 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Кунжуттарымызды сеуіп, кунжуттан ақ кунжут алсаңыздар да болады, қуырылмаған. Мен бүгін осы кішкене түрін беріп тұрсын деп, бүгін қара кунжутты қолданып жатырмын. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің кесеміз, қамырымыздың бәрін дайындап алдық. Енді пешімізге 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Алып кеттік. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің жаңағы кеседегі қамырларымыз, тестамыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай керемет мінекей. Сәл аздап суытамыз, суытқан соң ішіндегі кесесінен бөлек алып аламыз. Ал мінекей, құрметті көрермендер, барлығын кесемізден шығарып алдық. Қараңыздаршы, міне қандай керемет болып шыққан. Енді осы кесеміздің ішіне жаңағы піскен начинкамызды саламыз. Мінекей, начинкамызды салып, бетіне көкөністерден әрлеп қойсаңыздар болады. Мінекей, қараңыздаршы,
дәмләмамыз біздің дайын. Кеседегі дәмләма деп аталады. Қараңыздаршы, қандай керемет. Мінекей, құрметті көрермендер, қараңыздаршы, міне кеседегі дәмләма өте керемет болып тұр, түрі. Қараңыздар. Ал енді ондай болса, сіздермен бірге дәмін көрейік. Ал ондай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі кешкі асымыздың кеседегі дәмләма тағамының дәмін көрейік. Bismillah. Дәмі керемет, өте керемет шыққан. Құрметті көрермендер, жасап көріңіздер. Кешкі асқа таптырмас тағам деп айтсақ та болады. Ал құрметті көрермендер, пікірлеріңіз болса, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.